Сәлеметсіздер ме, қымбатты менің көрермендерім. Бүгін сіздерге мен мынау дастарханға, мерекеге байланысты ет тағамына жасалатын, жылқы етінен жасалатын керемет асорти ұсынғым келіп тұр. Қараңыз, әрі асорти, әрі дәмді, сондай маринадталып жасалатын, керемет жасалатын тағам. Бұлай да күнделікті жей берсеңіз де болады, мерекелік дастарханға қойсаңыз да құба-құп, сондай тамаша. Соны қазір сіздермен біз қазір жасап көрейік. Бұл керемет тағамды жасау үшін бізге керекті ең бастысы ет. Мен жылқының етін алайын дедім. Жылқының етінен жаңа жылдық дастархан болсын, мерекелік дастархан болсын, сол жерге бір әдемі іске басар жасауға болады. Оның үшін міне сүйегі бар етін алдық та, мына сүйегін кесіп алып тастадым. Бұны сорпаға қажет деп болады. Енді мынау екі етті әдемілеп маринадтау керек. Сосын барып 1-2 сағат тұру керек. Маринадтау үшін біз мына соевый соус алдық. 20 граммдай. Сосын мына сұйық май алдық. Кішкентай тоже 20 граммдай. Енді мына жерде дәмдеуіштер, тұзы бар, бұрыштары бар. Енді мына жерде сарымсақ қостық. Енді осыны араластырып, бұл етке жағып қойып, бір сағатта, 2 сағатта түннен азанға әдемілеп тұрғызып қоюымыз керек. Уақытыңыз болса, бір күн тұрғызыңыз. Уақытыңыз болмаса, 2 сағаттан ба, 1 сағаттан ба әдемілеп жағып қоюыңызға болады. Енді бұны әдемілеп маринадтау үшін етіңізді жан-жағынан өзіміздің маринадымызды жасап қойған жағамыз. Сөйтіп 1-2 сағат тұрады. Тойханаларда, кафелерде жеп жүрген еттеріңіз кесіп қойылған еттер болады ғой, қағазымен бірге. Осылай дайындалады. Көріңіз, оны үйде де жасауға болады, әдемілеп, кесек-кесек қып, тәрелкемен турап жей бересіздер. Енді бұл жарты сағаттай тұрғызайық. Біз 1 сағат тұрғызамыз. Сіздер 1 күн тұрғызсаңыздар да болады. 2 сағат тұрды. Етіміз жақсы маринадталған сияқты. Енді мынау пищевая пленка дейді ғой. Кәдімгі тағамға арналған оралтын қағаз. Міне әдемілеп ораңыздағы. Енді бұны байлауымыз керек. Енді қазір байлап алайық. Міне әдемілеп қағаздың сыртынан байлап аламыз. Қатты қып тартып байлап қойыңыздар, себебі еттің сөлі шығып кетпеу керек. Қазанға да келді. Қазанға салдық. Сосын лавр жапырағын, пиязын, содан кейін майда-майда бұрыштарын салып қойдық. Енді бір қайнап шыққасын, көбігін аласыз дағы, жай отта 2 сағат қайнатасыз. Мені қайнап жатыр. Қазір енді астына жай қоямыз да, көбігін алып қойдық. Астына жай қоямыз да, 2 сағат қайнатамыз. Міне 2,5 сағат қайнады, жай отта. Қазір кішкентай соғысын, сонан кейін дастарханға барады. Міне жегенің бәрін алып, ашып жатырмыз. Көріңіз, қандай иісі деген керемет енді. Қазір біраз салқындасын, 2 сағат тұрады, сосын кесіп көреміз. Міне қараңыз, керемет іске басар болды. Тойларда, тойханаларда күнде жеп жүрген кәдімгі еттеріңіз өте дәмді ет болды. Қараңыз, міне қалай турасаңыз да жарасады. Міне жұқа қараңыз. Міне қараңыз, мына қандай керемет ет болды. Мына май бар жері, сондай тамаша ет болды. Кәдімгі аса салған еттен қарағанда бұл өте дәмдірек, себебі бұл қамырмен желінбейді ғой. Бұл өз алдына желінеді, сондықтан өте дәмдірек болып тұр. Қараңыз. Енді осы әдісті де жасап көріңіздер. 2 сағат қайнатасаңыздар, ештеңе құрамына қоспай, сыртына маринадын жағасында болды. Сондай тамаша жаңа жылдық мерекелік дастархандарыңызға керемет көрік береді деп ойлаймын. Ойларыңызды, пікірлеріңізді астына жазыңыздар, ортаға салыңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Астарыңыз дәмді болсын.